Васыл Шайхразиев еңілік от спорты мәктәбі шәнлігі білән танышты. Берді түрлі тұқымдағы 18 от тәрбиеліні. Олар арасында сабан туйдағына түгіл, Республика Россия күләм ярышларда жеңу яулаған юртақлар һәм шабышқылар бар. Біздің тоттаратлары бар бетінде. Олар шығарылған біздің ілекігі бабаларымыздан. О инде күтілікті үйретірген атлар ел дәуамында қышқыны да қордан шығып, өзіне азық тауып оқшайтырған. Орловский тұқымы инде князь Орлов шығарған біздің русша. Бұл біздің Россияның ғұрурлығы деп айтсақ та бұлайын. Русский рысысти порода деген отлар тұтады. Біз өзіміз ярышабыз алар білән. Бұлар біздің Орловский тұқым білән американский тұқым қосылып, біздің Россияда ясалған тұқым. Васыл Шайхразиев район советінің отчет сессиясы үшінде қатнашты. Сессияда Муслим районы башлығы Альберт Хужин узған елғы шенлікке анализ ясады. Ол сөзіне ауыл хужалығынан башлады. Узған ел бүртіклілерінің тулай жүйімі районда 2800 тонна тәшкил етті. Нәтижеде район республикада 4-ші орынға шықты. Ел дәуамында ауыл хужалығында 6 миллиард 700 миллион сумлық тулай продукция жетіштірілген. 2021 ел білен шағыштырғанда өсіш 97% тәшкил етті. Тірлікшілікке келгенде районда 4620 баш мөгізлері тірлік есеплені. 2022 елда 20400 тоннаға яқын сүт жетіштірілген. 2021 ел білен шағыштырғанда өсіш 58%. Ел дәуамында жетіштірілген 6822 тонна етінің 90% құш еті. Құш етін жетіштіруді район республика фермер хужалықлар арасында бірінші орында тұра. Бүгінде күнде районда 24 құшшылық майданшығы ішлі. Әлігі тармақта 380 кіші іш орны тапқан. Шунысы да иқтибарға лайық. Алмаз Шангараевның Заря қолданушылар кооперативі гриппқа қаршы вакцина ясау үшін шимал білән тәмин ете. Келесі елдан әлігі вакцинаның 75% Муслимде жетіштірілген эмбрионнар қолданып ясалашақ. Тормыш итү һәм бизнес белән шөгыльләнү өчен районыбызда уңай шартлар тәэмин итү безнең төп бурыч. 2022 ел нәтиҗәләре буенча гомуми территориаль продукт күләме 700 миллион сумга үсеш белән 8 миллиард сум күләмендә фаразлана. Тулай территориаль продукт структурасы слайдта бирелгән. 2022 елда сәнәгать җитештерү индексы 108% тәшкил итте. Эшләр күренеп тора. Саллашлар деп айтырга керек, шолок благоустройствода продолжается, шолок мына зарплатларның өсешләре дә шолок мына здравоохранениега да бик нык игътибар бирелә. Компьютерный томограф безнең район өчен космос белән бер инде. Спорт бик нык үсеш ала. Мына Алла бирсә киләсе елга агромастерда спартакиадада катнашырга дип торабыз әле. 2022 ел бит инде аерым сәбәпләр аркасында бик катлаулы ел булды. Шуңа шушы катлаулы еллардан соң да мыңынчы булган үсеш темплары сакланырмы дигән сорау бар иде. Менә бүген без ишеттек инде. Россия Федерация буенча да, Татарстан Республика буенча да, районыбыз буенча да менә элек нинди программалар эшләгән. Безнең яшәү мөхитен уңайлау буенча алар дәвам итәчәк. Менә шусы безнең өчен бик әһәмиятле булды. Район башлыгы эшмәкәрләр эшчәнлегенә мәгариф, мәдәният, спорт өлкәсендә ирешкән уңышларга да тукталды. Сәламәтлек саклау өлкәсендә шитләтеп үтмәде. Сессия эшендә районның баш табибы Дамир Сөләйманов, туган экограф фирмасы җитәкчесе Раил Җиһангиров та чыгыш ясады. Муслимдә эшчән, тырыш кешеләр яши, диде Васыл Шайхразиев. Премьер-министр орынбасары муслимлеләрнең телне, гореф-гадәтләрне саклау юнәлешендә хезмәтен югары бәяләде. Соңгы елларда Муслим районының күпләргә үрнәк булуын билгеләп үтте. Менә бу уртага салып сөйләшү, депутатлар булу, исполком булу, эшмәкәрләр булу, актив булу, менә районны берләштереп, кайда без горурлана алабыз, кайбер җирдә игътибар итәргә, чөнки 23нче ел үтеп китәр, 24нче сессиясына килебез, менә бездә нинди динамика бар. Менә шулай утырып сөйләшү миңа бик ошады. Муслим районы ул күп кенә үзенең күрсәткечләре нигезендә республикада үрнәк, аның белән горурланырга кирәк. Икенче караганда һәр вакытта да шушы үрнәк булып торыр өчен тагын да күбрәк эшләргә кирәк. Соңыннан бер төркем райондашыбызга дәүләт бүләкләре тапшырылды. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе.